Қазақстанда Теле2 деген оператор бар, сотовый. Міне көріп тұрғандай жұмыс жасамайды. Ұстамайды сеть. Кез келген қызметті мобильдік приложение арқылы аласыз дейді, интернет арқылы. Бұндай сеть жоқ болса, мен қалай интернет арқылы, мобильдік приложениелер арқылы, қосымшалар арқылы қызметтерді қалай ала алады екенмін, осы қызық болып тұр маған. Жұмыс жасамайды Теле2, бірақ как положено, ай сайын тарифтің қаражатын алады. Міне қазір көреміз, хабарласып, сеть ұстамайды. Мен 7 рет хабарласқанмын уже. Қайырлы күн. Теле2 компаниясының клиенттерге қамқор көрсету қызметіне қоңырау шалдыңыз. Добрый день. Вы позвонили в службу заботы о клиентах компании Теле2. Қазақ тілін таңдау үшін бірді басыңыз. Қазақ тілінде Қазақстанда тұрып қызмет алу үшін еще таңдауым керек пен. 444 торперне USSD пәрмені арқылы жеке кабинетте немесе Android және iOS негізіндегі мобильді құрылғыларға арналған Теле2 Қазақстан мобильді қосымшасында қолжетімді. Сіздің дербес шотыңыздың теңгерімі 195 теңге 92 тиын. Сіздің ағымдағы тарифтік жоспарыңыз бәрін ауыстыр 1890 теңгеге. Сіздің тарифіңіз бойынша абоненттік төлем 1890 теңгені құрайды. Тарифтік жоспар бойынша қалған қор 100 SMS 76 минут 9488 мегабайт. SMS хабарламаларды гигабайттарға ауыстыру үшін бірді басыңыз. Минуттарды гигабайттарға ауыстыру үшін екіні басыңыз. Мен қалай ауыстырамын? Интернет арқылы мобильдік приложениелерге қосымшаларға кіре алмай жатсам, хабарламаларды гигабайт алмай жатсам, қалай мен ауыстырамын? Сеть жоқ, интернет жоқ. Мен қалай кіремін? Еще ешкім көтермейді. Өтінеміз. Пәрменді енгізіңіз. Әйтпесе сеанс аяқталады. SMS хабарламаларды гигабайттарға ауыстыру үшін бірді басыңыз. Минуттарды гигабайттарға ауыстыру үшін екіні басыңыз. Күту уақыты өтті. Қоңырау шалғаныңызға рахмет. Сеть дұрыс ұстамаса, неге бұлар жұмыс жасап, елдің барлығынан бірдей тарифке ақша алып отырады? Тариф барлығын не доступны жасап қойған, ақшасын алады, бірақ сеть барлық жерде дұрыс жұмыс жасамайды дейді. Сеть дұрыс жасамайтын жерлерде мүлде онда тариф алмасын ешқандай. Біз сізге ештеңеге гарантия бере алмаймыз деп. Апрель 20 жыл. Мен қазір хабарласып көремін. Көтермейді, интернет істемейді. Мобильный приложениеден барлығын жаса дейді. Интернет жұмыс істемесе, мен қалай мобильный приложениеға кіре аламын? Ешкім көтермейді, хабарлассақ. Қазір соны көреміз. Бірақ, как положено, тарифті ай сайын уақытысында алады. Бірақ дұрыс жұмыс жасамайды. Қайырлы күн. Теле2 компаниясының клиенттерге қамқор көрсету қызметіне қоңырау шалдыңыз. Добрый день. Вы позвонили в службу заботы о клиентах компании Теле2. Қазақ тілін таңдау үшін бірді басыңыз. Қазақстанда тұрып, қазақ тілінде қызмет алу үшін мен еще таңдауым керек бірді. Мастыру жұлдызша 444 торперне USSD пәрмені арқылы жеке кабинетте немесе Android және iOS негізіндегі мобильді құрылғыларға арналған Теле2 Қазақстан мобильді қосымшасында қолжетімді. Сіздің дербес шотыңыздың теңгерімі 195 теңге 92 тиын. Сіздің ағымдағы тарифтік жоспарыңыз бәрін ауыстыр 1890 теңгеге. Сіздің тарифіңіз бойынша абоненттік төлем 1890 теңгені құрайды. Тарифтік жоспар бойынша қалған қор 100 SMS 76 минут 9488 мегабайт. SMS хабарламаларды гигабайттарға ауыстыру үшін бірді басыңыз. Минуттарды гигабайттарға ауыстыру үшін екіні басыңыз. Маған оператормен сөйлесу керек. SMS хабарламаларды гигабайттарға ауыстыру үшін бірді басыңыз. Минуттарды гигабайттарға ауыстыру үшін екіні басыңыз.
Маған оператор керек. Өтінеміз. Пәрменді енгізіңіз. Әйтпесе сеанс аяқталады. СМС хабарламаларды гигабайттарға ауыстыру үшін бірді басыңыз. Минуттарды гигабайттарға ауыстыру үшін екіні басыңыз. Міне осылай жұмыс жасамайды. Ешкім көтермейді, интернет істемейді. Күту уақыты өтті. Қоңырау шалғаныңызға рахмет. Сіздерге де рахмет. Қазақстанда Теле2 деген сотовый оператор бар. Жұмыс жасамайды. Хабарлассаң ешкім көтермейді. Интернет арқылы мобильный приложениеде барлығын жасай бер дейді. Бірақ интернет жоқ болса, қызық екен, ол мобильный приложениеге қалай кіресің. Интернет істемейді. Интернетке кіре алмайсың. Себебі сайттың өзі жоқ хабарласуға. Мен міне қайта хабарласып тұрмын. Қазір тағы да хабарласып көреміз, ешкім көтермейді. Мобильный приложениеде жаса дейді, бірақ оны қалай жасайсың? Даже хабарласуға сайт ұстамайды, интернетке сайт ұстамайды. Қайырлы күн. Теле2 компаниясының клиенттерге қамқор көрсету қызметіне қоңырау шалдыңыз. Добрый день. Вы позвонили в службу заботы о клиентах компании Теле2. Қазақ тілін таңдау үшін бірді басыңыз. Иә, Қазақстанда қазақ тілінен қызмет алу үшін мен еще таңдауым керекпін. Алмастыру жұлдызша 444 торперне USSD пәрмені арқылы жеке кабинетте немесе Android және iOS негізіндегі мобильді құрылғыларға арналған Теле2 Қазақстан мобильді қосымшасында қолжетімді. Сіздің дербес шотыңыздың теңгерімі 195 теңге 92 тиын. Сіздің ағымдағы тарифтік жоспарыңыз бәрін ауыстыр 1890 теңгеге. Сіздің тарифіңіз бойынша абоненттік төлем 1890 теңгені құрайды. Тарифтік жоспар бойынша қалған қор 100 СМС 76 минут 9488 мегабайт. СМС хабарламаларды гигабайттарға ауыстыру үшін бірді басыңыз. Минуттарды гигабайттарға ауыстыру үшін екіні басыңыз. Маған ол қызмет қажет жоқ. Маған интернетке кіру керек. Хабарласу керек, СМС звондау керек. хабарламаларды гигабайттарға ауыстыру үшін бірді басыңыз. Минуттарды гигабайттарға ауыстыру үшін екіні басыңыз. Маған хабарласу керек, маған интернетке кіру керек. Кіре алмасам қалай жасаймын? Пәрменді енгізіңіз. Әйтпесе сеанс аяқталады. СМС хабарламаларды гигабайттарға ауыстыру үшін бірді басыңыз. Минуттарды гигабайттарға ауыстыру үшін екіні басыңыз. Күту уақыты өтті. Қоңырау шалғаныңызға рахмет.